Қайырлы күн достар! Бүгін біз миксерсіз дайындалатын шоколадты кекстер дайындайтын боламыз. Ол үшін ыдысқа жұмыртқаны, қантты, сүтті, сұйық майды қосып, жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Бізде бастысы қант толықтай еруі қажет. Електің ішіне ұнды, какаоны, қобыздықышты, соданы салып араластырып аламыз. Сосын сұйық массамызға құрғақ массаны електен өткізе отырып барлығын салып жібереміз де венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Бізде қою масса пайда болады. Сосын бұл массамыздың үстіне ыстық суды құйып жіберіп жақсылап араластырамыз. Бізде шоколадты сұйық масса пайда болады. Енді бұл массаны кекстің формаларына орташа етіп құямыз. Мен өзіме ыңғайлы болу үшін осындай мерный ыдысқа құйып алдым. Өте ыңғайлы. Кекстерімізді 180 градуста қызып тұрған пеште 20-25 минут пісіріп аламыз. Достар, бұл кексті міндетті түрде дайындап көріңіздер, өйткені бұл кекс өте дәмді, сәтті болып шығады. Миксер қолданбасақ та үлпілдек, нәзік болып шығады. Сіздермен болған Раушан.